Сәлем достар, бүгін сіздерге «Заброшенный человек» деген жаңадан шыққан керемет түрік киносын қысқаша мазмұндап беретін боламын. Кино жайлы қысқа да нұсқа білгілеріңіз келсе, видеоны соңына дейін көріңіздер. Және өтініш, каналымызға тіркеліп, видеомызға лайк басып қолдап кетіңіздер. Кино басында бір бала құлаққап тағып алып, ән тыңдап, компьютер жөндеп отырады. Жөндеп болғаннан кейін үйінде болып жатқан бір шуды естиді. Әкесі ағасына «Сен не бүлдіріп қойдың?» деп айғайлап жатыр екен. Сол кезде полиция да келіп қалады. Олар ағасының қағып кеткен адамы өліп қалғанын айтады. Сол кезде әкесі үлкен ұлын жіберудің орнына кәмелет жасқа толмағасын тез босап шығады деген оймен жазықсыздан жазықсыз Баранды жібереді. Кейін 15 жыл өткеннен кейін ол түрмеден босап шығады. Оны сыртта ағасы күтіп тұр екен. Екеуі тіпті бір-бірін танымай қалады. Осы уақытқа дейін бірде-бір рет Баран оны қаншама келсе де көрісуге қабылдамапты. Солай Баран ағасына ашуын білдіріп кетіп бара жатқанда, ағасы оған енді екеуі ғана қалғандарын айтып, жалынып кешірім сұрайды. Оның барлығын ағасының қызы көріп тұрады. Сосын Баран сол қыздың айтуымен ғана көніп ағасының үйіне келеді. Ағасы Фатихтың әйелі Баранның түрмеде болғандықтан келгеніне қарсы болыпты. Қыздары болса керісінше Баранға жақсы көз қараспен қарап бірден жылы тартады. Сол кезде анасы келіп қалып, Баран оның өзін ұнатпағанын байқап қалады. Сосын ол үйден кетпекші болғанда, ағасы оған осы уақытқа дейін өзін кінәлап, жанын жегенін, енді бұдан былай олай өмір сүре алмайтынын айтып, жылап тағы кешірім сұрайды. Жиені де келіп Баранға қалуын өтініп, оны көндіреді. Кейін Баран өзінің түрмеде бірге болған досын тауып алады. Досы оның тапсырысы бойынша бір шеберхана тауып қойыпты. Кешке екеуі тағы кездесіп отырғанда, досы шеберхананы өз бағасынан қымбат бағаға басқа біреудің де алғысы келіп жүргенін айтады. Баран оны естіп ашуына ерік береді. Досы оған ағаннан көмек сұрап көр, ол саған көмектесуге міндетті дейді. Сосын Баран үйіне келгенде жеңгесі оған басқа жаққа қыдырып кететіндерін айтып, Баранға олар келгенше не істеу керегін жазып қойыпты. Фатих ол ережелерге қарсы болып, солай әйелі екеуі ұрсысып қалады. Сол кезде әйелі Баранның көзінше оның түкке жарамсыз екенін, тіпті өз қызының оқуының ақшасын төлей алмай отырғанын айтып, Баранға ағасынан еш көмек күтпеуін айтады. Баран оларға ешқандай көмек керек емес екенін, тек заттарын алып кетуге келгенін айтып кетіп қалады. Таңертең ол досының жұмысына келіп, екеуі басқа бір шеберхана іздеуге кіріседі. Сол кезде Баран бір ескі ғимаратты көріп қалып, ойланып қалады. Келесі күні оған бір адам келіп, алдындағы шеберхананың иесі қайтадан оны сататын болғанын айтып, құжаттарын көрсетіп қол қойғызады. Баран оған мәз болып, тіпті залогқа ақшасын беріп қояды. Сол кезде оған біреу қоңырау шалады. Сөйтсе оның жиеніне ота жасалып, ал оның анасы болса тірі қалмай, әкесі ауыр халде жатыр екен. Олар отбасымен жол апатына түсіпті. Оның үстіне кейін Баран әлгі шеберхананы сатылады деп қол қойғызған адамның оны алдап кеткенін біледі. Солай басы қатып, не істерін білмей ойланып отырады. Сосын жиеніне барады. Ол анасының қайтыс болғанын біледі екен. Баранға да оны жалғыз қалдырып кетпеуін өтінеді. Кейін Баран ата-анасының басына келіп, өкперенішін білдіріп, жол апатына түскен көліктен жиенінің ойыншығын алып оған апарып береді. Солай ол ауруханада жиенін қарауымен болады. Оған сол ауруханада 15 күн болған уақыты үшін ақша төлеу керек екен. Солай ол ағасының үйінің жиһаздарын, соғылған көлігін сатып, азын-аулақ ақша жинамақшы болады. Досы бастығына келіп, Баранды да жұмысқа алуын өтінеді. Бастығы бірақ басынан бастап Баранды жақтырмайды екен. Оның солай қатты болу себебі, ол отбасынан айырылып,
Содан кейін өзін олармен бірге жерлеп, мейірімділігін жоғалтқан екен. Досы оған соны айтып, ол кейін ойланып қалады. Баран болса ағасын мемлекеттік ауруханаға ауыстырады. Ал жиені Лидияны өзі қарай алмайтынын ойлап жетімдер үйіне бермекші болады. Бірақ соған өзінің жанын жеп барлығын бір ойланып алады да, ауруханаға жиеніне қайтып келіп, оны өзі қарайтын болып шешеді. Солай екеуі үйлеріне келеді. Бірақ қырсық шалғанда сол кезде үй қожайыны келіп, сот шешімі бойынша олардың 2 күннен кейін көшулері керек екенін айтады. Себебі ағасы үйдің ақшасын бірнеше айлап төлемеген екен. Баран одан аздап уақыт беруін сұрайды. Солай жұмыс іздеуге кіріседі. Бірақ ешкім оны жұмысқа қабылдай қоймайды. Сосын ол досына келгенде оның қожайыны сонда жүр екен. Екеуі сөйлесіп қалып, қожайыны кезінде ішімдік ішіп алып рөлге отырғанын, соның қырсығынан отбасынан айырылғанын айтып, Баранды түсінгендей болады. Сосын оған егер бір көлікті 4 күнде жөндей алса, жұмысқа алатынын айтады. Солай Баран бар уақытын құртып, сол көлікті жөндеуге кірісіп кетеді. Барлығы оның көлікті жөндей алатынына сенбегендері мен ол көлікті ақыры қыздырады. Қожайыны да қуанып, оны сол жұмысқа алады. Ол жиені Лидияға да уақыт бөліп, онымен де көңілді уақыт өткізіп жүреді. Солай екеуінің үйден кететін уақыттары да келіп, ол Лидияны шеберханаға алып келеді. Оны сонда досына тапсырып, өзі басқа қосымша жұмысқа кетеді. Ол бір көңіл көтеретін жерде дәретхана тазалаушы жұмысы екен. Онда бір жігіт жайдан жай оған тиісіп, солай екеуі төбелесіп қалады. Баран қаншама қорғануға тырысқанымен олар жабылып оны ұрып тастайды. Лидия Құдайдан оның және әкесінің тез жазылып кетуін тілеп, дұға тілеп отырады. Оны сол шеберхананың қожайыны естіп тұр екен. Таңертең Баран Лидияны әкесі жатқан ауруханаға алып келеді де өзі жұмысына кетеді. Медбике оған бірнеше сағатқа ғана қалуға рұқсат береді. Сосын Баран жұмысқа келгенде қожайыны оған қызды аяғасын ба әйтеуір демалыс береді. Ол Лидияны алып рұқсатсыз бір үйге алып келеді. Ол сол үйдің қожайындарының 2 күн болмайтынын естіп қалған екен. Сосын екеуі сол үйден жуынып алып шығып бара жатқанда үйдің бағбаны оларды көріп қалады. Баран оны итеріп жіберіп, солай Лидия екеуі қашып кетеді. Лидия оған рұқсатсыз үйге кіргендері үшін ренжіп қалады. Содан кейін ол ойланып, досына Лидияны жетімдер үйіне тапсырған дұрыс шығар дейді. Сол кезде Лидия шеберхана қожайынымен бірге келіп, ол оларға уақытша тұруға бір қойманың кілтін береді. Солай олар сонда тұрып жатады. Бір күні Баран басында көрген ескі ғимаратты жалға алып, содан өзіне шеберхана жасамақшы болады. Кейін Лидияның әкесі де емделіп шығып, Лидияны алып кетпекші болады. Барлығы Лидияға бауыр басып қалыпты. Оны қимай әзер қоштасады. Баран әлі де ағасына өкпелі екен. Солай олар бір-бірін қимай, Лидия Баранға өзінің ойыншығы балуды сыйлап кетеді. Тіпті қайтадан көлікті тоқтатып, Баран мен тағы да қоштасып әзер дегенде кетеді. Кейін 6 айдан кейін екеуі жолығып саябақта отырады. Лидия оны өзінің үйіне апармақшы болып, оны көндіріп, тіпті бір көрші қызбен таныстырғысы келетінін айтады. Солай екеуі үйге кетіп бара жатқанда кино да аяқталады. Сонында Баран өзінің енді жалғыз емес екенін түсінген секілді. Ал енді келесі кино шолуымызға дейін қош сау болыңыздар.